Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол киімін былғап, былжыратып кимей, таза кимек дұрыс іс. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек, не киімі артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып тым айналдырмақ кербездің ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, мұртын, мүшесін, жүрісін, қас қабағын қолдан түзетіп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін, айран шерімдеп, олардың арқасында сыпайы, жұғымды жігіт атанбаққа. Өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатардағының шын күйдіріп, өзінен кейіншілерге әттең дүние-ай, осылардың атындай ат мініп, киіміндей киім кигенің не арманы бар екен дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақмақтық. Мұны адам бір ойламасын, егерде бір ойласа, қайта адам болмаға қиын іс. Кербез дегенді осындай керден немеден безіңдер деген сөзге ұқсатамын. Дегенде адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрсеменен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық.